Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 5-ші сыныптың English Plus кітабының 107-ші бетіндегі past simple, regular and irregular verbs деген тақырыбын талқылайтын боламыз. Сонымен каналға бірден тіркеліп, лайк басуды ұмытпа, каналға тіркелген жерге ғана видео көрінеді. Комментарийге рахмет деп жазып кет. Сонымен бастадық. Жалпы past simple дегеніміз ол өткен шақ және оның verb етістігі екіге бөлінеді. Regular және irregular болып мына. Regular етістік дегеніміз ол бізде сөзге ed жалғау жалғанады. Міне оны сен апайың түсіндірді деп ойлаймын. Ал irregular дегеніміз бұрыс етістік түбірмен қосылып өзгеріп кетеді, немесе өзгеріссіз қалатын етістіктер тізімін айтамыз. Бұл кітабымыздың соңында бұл етістіктер тізімі бар. Сонымен бастайық. Бірінші тапсырмада саған былай айтады. Find the past simple forms in the text on page 106 and complete the table, then complete the rules. Яғни мына сөздерді, өткен шақтарын мына тексттен тауып ал дейді. Оны сабақтың соңына қарай байқайтын боламыз. Оған дейін мына тапсырмаларды орындай берейік. Help сөзі көмектесу, ал ол past simple'да өткен шаққа барған кезде ол бізде helped көмектесті болып кетеді. Want қалау, wanted қалады, follow еру, followed ерді, ask сұрау, asked сұрады, die қайтыс болу, died қайтыс болды, climb өрмелеу, climbed өрмеледі, love жақсы көру, loved жақсы көрді. Яғни бұның барлығы өткен шақта. Мысалға, I help болса мен көмектесемін, ал I helped болмасы болса мен өткен шақта көмектестім. Енді irregular'на мән берейік. Irregular бізде жаңа айтқанымдай түбірімен қоса өзгеріп кетеді, немесе өзгеріссіз қалатын етістікті айтамыз. Мысалға, grow бізде grew болып өзгеріп кетеді. Grow өсу, grew өсті. Became болып өзгерді. Spread болып қалды. Take, took болып өзгеріп кетті. Leave, left болып өзгерді. Мысалға, cut өзгеріссіз қалды, кесу. Be, was, were болып өзгеріп кетті. Осы кестені осылайша толықтырып ал. Және де енді келесі тапсырмаға келдік. Яғни мына жерге жазып қойыпты саған өзі де. Яғни дұрыс етістіктерге ed жалғауын қосамыз. Міне дұрыс етістіктерге ed жалғау қосылады сөзге, ал бұрыс етістіктерге өзгереді немесе өзгеріссіз қалады деп жазыпты. Сонымен енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада мына жақшаның ішінде берілген етістіктерді ашуымыз қажет. Мысалға, want сөзі әрине бізде wanted болып кетеді. Бұл бізде regular. Ал be бізде was болып кетеді, бұл бізде irregular. Ask бізде asked болып кетеді, бұл бізде regular. Were бізде be бізде were болып кетеді, бұл бізде irregular. Take бізде took болып кетеді, ол бізде irregular. Die бізде died болып кетеді, ол бізде regular. Follow бізде followed болып кетеді, ол бізде regular. Cut бізде cut болып өзгеріссіз қалады, ол бізде irregular. Яғни мен саған мына тапсырманы толығымен орындап бердім. Енді ары қарай кеттік. Аударып бер десең, аударып берейін. Мысалға, бір-екеуін аударайын. Қозы and Баян wanted to be together. Яғни қозы менен Баян бір болуды қалады өткен шақта. Қодар was a very bad warrior. Қодар жаман жауынгер болды. Өте жаман жауынгер болды. Баян asked Қодар to get some water. Баян Қодардан сұрады өткен шақта бірнеше су. Қозы Баян's parents were friends. Қозы менен Баянның әкелері were, яғни дос болды. Баян took a comb and a necklace on the her journey. Баян жол бойы өзінің тарағымен әшекейін тастап келді дейді өткен шақта. Қодар died at bottom of a wall. Яғни Қодар қайтыс болды су түбінде дейді. Well, қозы followed Баян when Қарабай took her away. Қозы Баянның артынан ерді өткен шақта. Баян cut her hair and Қодар climbed down the well. Яғни Баян өзінің шашын кесті дейді өткен шақта. Енді мына тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада саған былай айтады. Complete the text with the correct forms of the verbs in the book. Яғни мына тапсырманы мына қорапшаның ішіндегі
сөзді өткен шаққа аудару арқылы, етістіктерді өткен шаққа аудару арқылы мына тапсырманы толықтыр дейді. Бірге орындап көрелік. Many years ago, beautiful princess lived. Көптеген жыл бұрын сұлу ханшайым өмір сүрді жазық далада дейді. Her father was a wise man and he loved his daughter. Оның әкесі жомарт жан болды және де өзінің қызын жақсы көрді дейді. Ары қарай. He promised her she could marry Сергек, a handsome young prince. Ол қызына уәде берді, сені Сергекке үйлендіремін деп, жас сымбатты ханзадаға. But an evil warrior came, бірақ жауынгер келді ауылдарына және де бесте оның әкесіне айтты, he wanted to marry his daughter. Ол қалайды екен оның қызына үйленгенді. Бірақ арай кеттік. The father and daughter жетіде left the village. Фазасы мен қызы ауылды тоқтатып, ауылдан басқа жаққа көшіп кетіп, ары қарай. But the warrior followed them. Бірақ ол жауынгер олардың артынан ере бастады дейді. And took them to the castle. Оларды не істеді дейді? Оларды бір қамалға апарды дейді. Қамалға келді дейді. Сергек looked for them. Сергек оларға қарап жүрген еді. He climbed up the castle walls and rescued the princess and her father. Ол жаңағы қамалға өрмелеп шығып, оларды құтқарып алды. Енді саған 4-ші тапсырмада былай айтады. Imagine you are Сергек. Сен десе өзіңді Сергек қып елестет. Tell your story. Өзіңнің оқиғанды құрастыр дейді. I loved a beautiful princess. I wanted to marry her дейді. Мен сұлу ханшайымды жақсы көремін және де мен оған үйленгім келеді дейді. She had only father. Оның тек қана әкесі болды. Her father promised her we could marry. Оның әкесі бізге үйленуге уәде берді дейді. Бірақ жауынгер келіп ханшайымға үйленгісі келетіндігін айтты. For a short time moved away princess and her father. Мен уақытша оны ханшайыммен оның әкесін басқа ауылға көшіріп жібердім. And fought with the evil wizard. Және де жауыз немен жерге wizard болмайды, warrior болмен жауыз warrior жауынгермен төбелестім, шайқастым дейді. Then I won and the princess rescued. Кейінірек мен жеңіп, ханшайымды құтқардым дейді. Then we got married. Одан кейін біз үйлендік дейді. Міне, мен саған 4-ші тапсырманы толығымен орындап бердім. Жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарийге рахмет деп жазып кет. Бай-бай.